Қазақтың қайсар ұлы Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында Шымкентте республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті. Тақырыбы Бауыржан Момышұлының өшпес ерлігі арқылы жастарды білік пен татулыққа тәрбиелеудің жолдары деп аталады. Оны ұйымдастырған 29 мыңнан аса студенті бар Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. Уақыт ел өмір сүріп жатқан кезге лайық ұлттың батырларын тарих сахнасына шығарады. Қазақтың Баукеңі елбасына күн туғанда қолына қару алып әскер бастады. Ерлігін ел айтты, тоталитарлық жүйе мойындағысы келмеді. Баукеңнің айтқан сөзі бар. Өтірік төңірегімізде жүреді дейді. Қасымызда ашындық асықпайды екен. Шындық бірақ келеді. Міне шындық келді. Баукеңді отан соғысының ардагері. Нағыз сол саяси кеңес кезінде оқысы қаһармандық бермейді. Бауыржан Момышұлы сол шындық жолында жүремін деп те билікке жақпады. Бұл әділеттілік қасиеті, әскери стратегиялық тактикалық жаңалығы бүгінге дейін академияда оқытылады. Бұл даңқты қолбасшылығы, жазушылығы өз алдына бір төбе. Өзін де аямайды, өзгені де аямайды. Бірақ тек қана әділет пен шындықтың бағытында тұрады. Жалпы қазақ баласында, ойлы ақын жазушылардың арасында өзінің пікірімен кеткен, ешкімге жалтақтамаған, және қаншама оны таптағаннан тапталмаған адам. Конференцияда бүгінгі жастар Бауыржан Момышұлының бойындағы қасиеттерін үлгі ете отырып тәрбиелеу жағы көбірек әңгіме болды. Тек қана ауызекі айтып қою аз, тәрбиені ғылыми негізде сіңіру, мақтаныш сезімін ояту, отансүйгіштікке бастау жолдары айтылды. Бүгінгі таңда тәуелсіз еліміздің төл перзенттерін, жастарымызды санасының уланбаған, санасының бодан болмаған, тепереш көрмеген жастарды тәрбиелеу үшін ең бірінші біз Бауыржанды тани білуіміз керек. Бауыржан Момышұлы Совет одағының батыры ғана емес. Ол мен үшін шоқ жұлдыз, мен сол Бауыржан Момышұлы секілді батыр болғым келді. Осы біз кітаптан хан айтындай жерден болсын, Бауыржан Момышұлының атын естісек, осы ішімізде патриоттық сезім пайда болады. Осы қазақ балдарының бәрі сол Бауыржан Момышұлы сияқты батыр болғысы келді. Конференция кезінде Баукең туралы бұрындар айтылмай келген жағдайлар баяндалды. Профессор Мекемтас Мырзахметұлы әлі сиясы кетпеген Бауыржан Момышұлының еңбектерінің 30 томдық жинағын оқу орнына сыйға тартты. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, хабар, Оңтүстік Қазақстаннан.